егіздің сыңарындай татулық тілеймін екеуіңе. Ел біріңді айым десін, біріңді күнім десін қарақтар. Бұл «Қыз жібек» фильмі. Фильмнің декорациясымен әр кейіпкердің киім үлгісі үйлесіп, талғаммен талапқа сай көрінуіне бас суретші жауапты екенін білесің бе? «Қыз жібек» фильмінің бас суретшісі Гүлфайруз Исмаилова. Гүлфайруз Исмаилова 1923 жылы 15 желтоқсанда Алматыда дүниеге келген. Оның шын аты жөні Күлпаш Қоңарбаева. Әкесінен ерте айырылған Күлпашты Мәнсүр Исмаилов өз қамқорлығына алып, әке орнын басады. Оған Гүлфайруз есімін береді. Ол отбасындағы 5 қыздың үлкені. Бала күнінен әсем гүлге, сұлу табиғатқа құштар еді. Оның сезімтал, талғампаз боп өсуіне әжесі ықпал етті. Гүлфайруздың ерекше дарынын байқаған атақты кескіндемеші Әбілхан Қастеев суретші мамандығын таңдауға кеңес берген екен. Гүлфайруз Исмаилова 1949 жылы Алматы кескіндеме училищесін, 1956 жылы Ленинградтың Репин атындағы кескіндеме және сәулет өнері институтын бітірді. 16 жыл бойы Абай атындағы опера және балет театрының бас суретшісі қызметін атқарады. Суретші қыз көптеген қойылымдар мен фильмдердің декорациясы мен костюм эскиздерін сызған. Гүлфайруз